Исполнительный надпись дегеніміз не? Оны кім шығарады және де қандай жағдайларда оның күшін жоюға болады деген сұрақтарға бүгін мен сіздерге осы видеода жауап беруге тырысамын. Қызық болса, онда видеоны әрі қарай көреміз. Баршаңызға сәлем, заңгер Әйгерім Ермекбайдың каналына қош келдіңіздер. Сонымен исполнительный надпись, яғни атқарушылық жазба дегеніміз борышкердің несие берушінің пайдасына ақша немесе кез келген мүлікті өндіріп алуды міндеттеу туралы нотариустың бұйрығы. Яғни бұл жазба қарапайым тілмен айтқанда соттың шешімімен бірдей. Мысалы, сіздің тұрып жатқан мекен жайыңызға исполнительный надпись келді делік. Енді не істеу керек? Қайда бару керек? Ең бастысы өзіңізді қолға алыңыз. Себебі бұл жерде қатты қорқатын еш нәрсе болған жоқ. Сосын барып асықпай, құжатты оқып шығыңыз. Неге екені белгісіз, әзірге осы құжат тек қана орыс тілінде ғана шығады. Егер де сізге осы құжаттың қазақшасы келген болса, маған міндетті түрде жазыңыз. Мен сізге тегін көмектесемін. Біріншіден, бұл құжатты қандай нотариус шығарды? Соған мән беру керек. Лицензиясы әлі күшінде ме? Жоқ па? Қай қалада қызмет атқарады? Ол ақпараттың барлығын төменде қалдырған ссылкамен көруге болады. Сосын нотариустың телефон нөмірін алып, оларға қоңырау шалып, дауыс көтерудің ешқандай да қажет жоқ. Себебі сіз нотариусқа жазбаша түрде қарсылық, яғни возражение жазуыңыз қажет. Сіздің өтінішіңіз қабылданған жағдайда нотариус 3 жұмыс күн ішінде исполнительный надпистің күшін жою туралы қаулы шығарады. Бұлай жасамаған жағдайда осы құжатқа байланысты шығындардың барлығын сіз өтейсіз. Екіншіден, исполнительный надписпен қоса көп жағдайда жеке сот орындаушысының қаулысы да келіп жатады. Бұл жерде де жеке сот орындаушысы, яғни частный судебный исполнитель кім екенін, қай қалада қызмет атқаратынын, лицензиясы әлі күшінде ма, жоқ па, оны да анықтау қажет. Содан кейін ғана оған да жазбаша түрде өтініш жазып, нотариустың шығарған қаулысын қоса жіберу керек. Себебі жеке сот орындаушысында қызмет күні сізден өтелу мүмкін. Бұл ақпараттың барлығын мен төменде қалдырған ссылка бойынша көруге болады. Сонымен бүгінгі видеоны қорытындылайтын болсақ, исполнительный надпись келген жағдайда оны міндетті түрде күшін жою керек. Себебі олар почти заңсыз шығарылады. Оның күшін жоймасаңыз, сіз нотариусында, жеке сот орындаушысының да ақысын төлейсіз. Сол үшін двойной расход болмас үшін міндетті түрде оның күшін жою керек. Осымен бүгін сіздермен исполнительный надпись жайында біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жаза кетіңіздер. Видеоны міндетті түрде басқалармен бөлісіңіздер. Ал ұнаған болса, онда лайк басыңыздар. Сондай-ақ каналға міндетті түрде жазылыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Амандықта жолығайық. Сау саламат болыңыздар. Все. И самый верх. Пишу. До сих пор иду. Так, минуту сейчас.